Mana soңғы 2 жылда бұл сөз болып келе жатыр, дүркін. Былтырғы съезде, құрылтайымызда сөз болған бұл нәрсеге. Сонда Нұрланға ашық айтылған, съездің трибунасынан айтылды. Сен енді жақсы жаман болсын, мұны ол кезде 16 жыл дегенбіз, 16 жыл отырдың. Саған рахмет айтып жолға салайық. Мұны жастарға жол берейік. Жаңалық керек, жаңғыру керек. Ескілік орнын да ауыстыру керек деп айтылған. Бірақ соған кетпей отыр. Міне 18 жылға кетті. Дүркін талай сөз болды. Ана күні 50-60 жазушы қол қойған президенттің атына қатта жазылды. Ішінде мен де бармын. Осының бәрі айтылды президентке. Сізге ұнаған екен жарайды, сенаторға тағайындаған екенсіз. Пожалуйста, қарсылық жоқ, сенаторға бала беріңіз. Бірақ мына одақтағы орнын босатсын Оразалин. Бізде кадр мәселесі шешілген. Бізде оған төреге болатын әлден неше адам бар. Лауреаттар да бар, басқалар да бар, жетет, ақындар да, прозаиктар да бар. Кадр мәселесі бізде шешілген. Мына Оразалинді алып кетіңіз Құдай үшін деп қатта өтініп жазғанбыз. Одан берді міне 2 айға жоқ уақыт болды, 1,5 ай ма 2 айдай. Әлі жауап жоқ. Не істейді екен? Орнына қоятын, олар өздері бір кісі іздестіріп, ана Нұрланның орнын ісін жалғастыратын кадр іздеп жатырмыш деген естуімше. Білмеймін. Тағы бір съез болу керек алдымызда. Сол съез шешеді мәселені. Бұрын жазушылар одағы істеп келе жатқан, біз 5 адамды көрсеттік кемінде. Ішінде мысалы жақсы үлкен драматург, біз творчествосы бір адамдарды сайласақ деп отырмыз. Ол Нұрлан секілді қалтырушық емес. Творчествосы татымды, елге танымал адамдарды сайласақ. Соның бірі Дулат Исабеков, мысалы, жасы 70-ке келді, бірақ әлі 5 жыл отыруына болады. Соның бірі Темірхан Медетбеков, соның бірі міне Ұлықбек Есдәулетов бұрын. Қазақ одақтың штатын жақсы білетін, қазақ әдебиетінде бас редактор болды, қазір Жұлдызда бас редактор болды. Ұлықбек Есдәулетов. Тіпті бәні қазір бірінші орынбасар берген Ғалым Жайлыбаев, жақсы ақын. Оның да сайлануына менің қарсылығым жоқ. Осындай адамдар бізде баршылық. Ал енді біраз адамдарды Нұрлан өзінің айналасында топтап, өзінің сойылын соқтырып қойып жүр. Білесіз, қазір қазақ әдебиеті дейтін соның сойылын соғатын неменеге айналды. Жаппай, және анағын оқыдың Мұхтар Шаханов екемізге қарсы айдап салыпты біреулерді. Перетон жазған ба бізге. Жұмәліптің жауы бүтпейді, Шахановтың дауы бүтпейді деп мақала ұйымдастырып отыр. Какой-то бір халтурщик Мыңбай Рәш деген біреу Мұхтар Шахановтың да Жұмәліптің балағынан алады. Оған өзінің мораліне қақым бар деп ойлайды. Міне біздің әдебиеттің сиқы қазір.